Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге 3 минутта дайын болатын кексті пісіріп көрсетемін. Өте оңай, барлығын ас қасықпен өлшейтін боламыз. Ол үшін ыдысымызға 4 ас қасық қантты салып аламыз. Содан кейін бір жұмыртқаны, 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Барлығын венчикпен араластырып аламыз. Миксермен араластыруға да болады. Бір масса болғаннан кейін оның үстіне 4 ас қасық ұнымызды саламыз. Тағы да венчикпен араластырып аламыз. Біркелкі масса болғаннан кейін 4 ас қасық сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Соңынан 1 шай қасық қопсытқышты салып аламыз. Оны сода мен уксуспен араластыруға болады. Енді ыдыстың 4-тен 1 бөлігіне сұйықтығымызды құйып аламыз. Ыдыстың жартысына дейін құюға болмайды, ол көтеріліп кетеді. Енді оны қысқа толқынды пешке 3 минутқа салып аламыз. Осымен біздің 3 минутта пісетін кексіміз дайын болды. Оның піскенін ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Дастарханға ыдысымен де ұсынуға болады. Мен ыдысынан шығарып алдым. Және оны өзіңіз қалағандай ұсына аласыз. Кексімізді ыдыстан шығарып 5 бөлікке бөліп аламыз. Олардың үстіне шоколадты құйып шығамыз. Ол әдемілік үшін міндетті емес. Осымен біздің тез дайындалатын, өте дәмді, өте әдемі болып шығатын кексіміз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.